Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгін біз үйде осылай божы жасайтын боламыз. Менің әжем божының ішіне барлық затты сала берсең болады, мал сойылған кездегі деп айтып өтетін. Сондықтан мен де барымды салдым. Бұл божының ішіне керекті заттардың бәрін айтып өтейін. Салынған бөтеке май, жүрек, өкпе, бауыр, қаласаңыз ет салсаңыздар, еш май, дәмін өте келтіретін май. Мен картошка, жуа, сәбіз салдым. Сонымен қатар қара бұрыш, қызыл бұрыш, лабыр жапырағын салып, тұз салып, артына бір кесе ұн салып, су құйдым, бір стакан. Соның бәрін араластырып, осы қарнымызды жақсылап тазаланған қарнымыздың ішіне салып, осылай міне өте дәмі керемет болып, балдарға да жегенге жақсы, пайдалы заттың бәрі ішіне боқтырылып пісіріледі. Оны біз 3 сағат қайнатамыз. Суға тұз салып, қазанға салқын суға салып қайнатамыз. Міне бір қайнағаннан кейін осылай инеменен тесіп шығамыз. Мен осылай холодильникке қойып алып, сосын